Сәлем достар, біздің Диана екеуміздің Америкаға, Сан-Диегоға келуіміздің негізгі себептерінің бірі ол оқу еді. Болашақ бағдарламасы бойынша оқуға келгенбіз. Бүгін сіздерге оқу орнын көрсететін боламын. Мен оқуымның басталғанына 1 апта өтті. Міне біздің артымызда тұрған корпус, ол біздің ағылшын тілін оқитын корпус. Міне қазір жаңағы көрсеткен корпустың жанынан өтіп бара жатырмыз. Ішінен түсірілген видеоларды міндетті түрде осы шығарылымға қосатын боламыз. Бұл университеттің аты UCSD, University of California in San Diego. Сан-Диего қаласында орналасқан Калифорния университеті. Бұл Нұрлыбек тіл курсы оқитын корпус. Іші ол қазір сабақта. Мен сыртта күтіп жүрмін. Класс аудиторияда отыр. Міне басқа бір бұрышынан біздің корпус. Мына жақтағы көп ғимараттарда салған кезде мынау монолит жерін бар ғой, бетон жерін отделкасыз осы күйінде қалдырып кетеді. Бетондар теп-тегіс, өте сапалы. Осындай әп-әдемі болып тұрады. Мына келе жатқан жолда сол. Тек қана бетон, ешқандай ештеңемен қаптамаған. Адамдар осындай өзімен өзі кешірім сұрай береді десеңіз. Мына жақта көп студенттер университеттің территориясында велосипед, скейтборд, самокатпен көп жүреді. Біздер қазір әлі университеттің территориясына ятып, мұнда Biomedical Science, Medical Teaching корпустары университет. Машиналардың көрмесі сияқты. Маркет деген супермаркеттері осы университеттің территориясында орналасқан. Ішінде керек заттың бәрі бар деп керемет мақтағдар басында дейді. Бұл кітапхана. Мына кітапхананы дизайндаған кезде архитекторлар екі қол былай ұстап, үстіне кітаптар тұрған сияқты қылып. Сондай идеямен салған. Тұрған екі қол, үстінде кітаптар бетпе-бет. Бұл кітапхананың аты Гейсель деп аталады. Балалар жазушысы доктор Сьюздің құрметіне аталған. Оның толық аты Теодор Сьюз Гейсель дейді. Ол кісіні осы кітапхананы таныстырған кезде, ол кісі Сан-Диего қаласына өте көп қаржы құйған, көмектескен дейді. Сондықтан осы кітапханаға сол кісінің атын берген екен.
Жаңағы балалардың жазушысы доктор Сьюз деген кісі осы міне. Мына тұрған School of Engineering деп жазылып тұр мына шетінде. Енді біздегі инженерия факультеті сияқты. Сыртындағы мынаның өзі айтып тұр. Инженерияның құдіретін. Мына жағында жаңағы кітапхана. Мына жағында Нұрлыбектің әйелі. Иә, мынау Нұрлыбектің әйелі. Bookstore деп аталатын жер. Кітап. Наклейка аламыз ба? Симпатия. Мүмкін. Достар, біз қазір университеттің аумағын және кітапхананы ішін аралап болдық. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.